Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздерге ауызда салсан еритін хворостың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, подписаться деген батырманы баса кетіңіздер. Бізге керегі 2 жұмыртқа және толы ас қасық қант және 1 ас қасық толы қаймақ керек. Қаймақтың майлылығы маңызды емес. Қандай пайызды болса да бола береді. Және шым-шым тұз салып, жақсылап араластыратын боламыз. Толықтай тұзымыз, қантымыз еруі керек. Жақсылап араластырып алғаннан кейін, енді осының үстіне електен өткізілген ұнды салып, жұмсақтау қамыр илейтін боламыз. Ұнды аз-аздан салып отырып илеңіздер. Әркімде ұнның тығыздығы әртүрлі болады, сондықтан бірнеше бөлікке бөліп отырып, қолымызбен илейтін боламыз. Мінекей енді ұнның екінші жартысын салып, тағы да жақсылап қамыр илейтін боламын. Керекті заттардың мөлшерін видеоның астында описание қалдыратын боламын. Описанияны кіру үшін осы видеоның тақырыбын бассаңыздар, астында қаншалықты кеткен мөлшерлері жазылып тұратын болады. Қамырымыздың ешқандай ұны қалмайтындай толықтай иленгеннен кейін жақсылап дастарханымызға осылай қолымызбен домалақтап отырып, жақсылап домалақтап илеуіміз керек. Ары қарай иін қандыру үшін толықтай жақсылап иленген қамыр тегіс болып жайылатын болады. Және де 10-15 минутқа бетін жауып қоя тұратын боламыз. Кішкене қамырымыз тынуы керек. Он 15 минут өтті, қамырымыз жақсылап тынды. Енді осы қамырды аз-аздан ұн сеуіп отырып, жұп-жұқа етіп жаятын боламыз. Басында осылай қолмен, одан кейін кішкене үлкейгеннен кейін оқтаумен жаятын боламыз. Қамырымыз жұп-жұқа болып жайылу керек. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться деген қызыл батырманы басып, тіркеле кетіңіз. Және де қоңыраушаны басып, все деген белгіні белгілеп баса кетіңіздер. Және де осы видео ұнаған болса, комментарийларыңызды, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Мінекей қамырымыз толықтай жұп-жұқа болып жайылды. Жұқалығынан осы дастарханның суреті көрінетін болады. Енді осы қамырымызды осындай бауырсақ кесетін кескішпен ирек-ирек жағымен кессеңіздер, хворостарымыз өте әдемі болып шығады. Немесе ол жоқ болса, кәдімгі пышақпен кесе берсеңіздер болады. Және қатты ұзын болмауы керек. Бізге қазір майға салып пісірген кезде орағанға ыңғайлы болу үшін осылай ұзындарын ортасынан тең етіп бөліп қоятын боламыз. Және де қызып тұрған майымызды алдын ала қыздырып қойғанымыз дұрыс. Және осындай сушидің таяқшасына қатты тығыз емес қып орап, және бір қолымызбен шанышқының көмегімен осылай бір жағын ұстап отырып, екінші қолымыздағы таяқшамызды осылай хворостан шешетін боламыз. Сонда осындай гүл сияқты хворостымыз жайылып кетпей, оңай пісіп шығатын болады. Және көп ұзақ ұстап пісірудің қажеті жоқ. 1-2 минуттай ғана пісіп шығады, өте тез піседі. Және майдан алғаннан кейін осылай кішкене формасын келтіріп жіберсеңіздер болады. Міне екінші рет тағы көрсетіп жатырмын. Сушидің таяқшасын өте қатты тығыз қылмай, шешуге оңай болу үшін жай ғана орап шығатын боламыз қамырымызды. Және екінші қолымызбен шанышқының көмегімен жан жаққа жайылып кетпес үшін осылай
шанышқымен жинап тұратын боламыз. Және екінші қолымыздағы таяқшамен қамырымызды таяқтан ажырататын боламыз. Және екінші жағын пісіру үшін осылай аударып төңкеріп алатын боламыз. Екі жағы сонда бірдей болып піседі. Мінекей осындай әдіспен қамырларымыздың барлығын пісіріп шығатын боламыз. Өте оңай, бір жасағаннан-ақ үйреніп кетесіздер. Барлығын осылай пісіріп шығатын боламыз. Және оттың астын майымыз қызғаннан кейін басып қоюымыз керек. Қатты қызғанмайда форстарымыз қызарып кетеді. Мінекей барлығын осылай пісіріп алдым. Және дәм беру үшін, тәтті болу үшін бетіне қант ұнтағын сеуіп шығатын боламын. Құрметті көрермен, осы видео ұнаған болса, лайктарыңызды, комментарийларыңызды баса кетіңіздер. 2 жұмыртқамен осындай мөлшерде көп хворост шықты. Бұл хворосттың көлемі бір қонақ шақырғанға жетеді. Сіздермен болған мен Жұлдыз. Сау болыңыздар.